Не ғой. Енді бұлай бәрінің көзінше болмайды. Яғни, ұят болады, сөз болады. Ұят болмайды. Олардың да бәрінің көзінше шәй сенімдімін. Бір рет істесең, София, қолыңнан келеді. Істедің, то есть, еще раз. Бір рет істедің, София, қолыңнан келеді. Қане? София. Маған көз алмай қара. Қане? Кел. Жүгіріңдер, қане кеттік. Тезірек. София, есіңде ме? Балалар үйдің терезесін сындырды деп, апаң бір рет сол балалардың добын жарып тастаған болатын. Ал сен барып, оларға жаңа доба бергенсің. Әрине есімде. Тіпті балалармен доп ойнағансың. Кел. Бір рет соқыртеке ойнап жатқан балалардың жанынан өткенбіз. Есіңде ме? Мен ешқашан ойнамаппын деген Мен ешқашан ойнамаппын деген соң, мен бірден көзіңді байлағанмын. Қатты қорқып едім. Тұрып қалғансың. Қимылдай алмай қалғансың. Қорықпа. Мен сенің көзің болам дегем. Болғансың. Сол күні маған қалай сенген болсаң, қазір де солай істе. Қорықпа. Құлап қалуыңа жол бермеймін, София. Қане маған кел. Бір адым. Кел дейді. Тай дейді. Тұсауын кесет. Уағалейкум ассалам, көп рахмет. Алла разы болсын. Қасқа. Кел деп айтайыншы ана жерде. Міне осы жерде, әне. Кел. Әпке, сені мақтан етем. Жарайсың. Тіл көзің тасқа. Әпкеме қараш, өте сұлусың. Ой. Рахмет, Алла разы болсын. Уағалейкум ассалам. Әпке, сені мақтан етем. Жарайсың. Тіл көзің тасқа. Әпкеме қараш, өте сұлусың. Қараш, неткен бейгүнә. Үнемі осы күйіңде қалсаң ғой. Әпке. Өте сүйкімді. Кейде ашуланып кетесің. Бұлай істейсің. Бірақ мейлі, сені барлық қалпыңда жақсы көрем. Ай, жаным. Қолыңнан келді. Істедің. Бәрін сүртіп қойдым, таза. Мынаны да келдім. Қош келдің. Қош көрдік. Қою шай ішуші едің ғой, е? Маған сенен жұққан әдеттердің бірі. Иә. Сен үнемі ақшыл шай ішуші едің ғой. Уақыт өте бәрі қоюлай түседі екен, София. Шай, өмір, бәрі. Неткен
екен керемет. Қазір шай ішет. Біз де ішкенбіз. Яғни сен іштің. Мен саған қарап отырғанмын. Мұрқа, ұйықтама! Бәкс көріп отырыш. Айғайламашсың деймін ма, Мирас? Мирас, сол айттан Құлағымыз тез жерді, или айт айғайлайым деп. Жаным құлақтарыңнан бір-бір искедіңіз. Гүлбен ақшыл шай ішеді. Ой, сол. Соны демеші болды. Гүлбен ақшыл шай ішеді. Иә. Кешір. Әпке, Қиын болмаса, оны маған құя салыңыз. Қант? Оған қант керек пе? Неткен сүйкімді, қараңыздаршы. Я, той қашан? Ертең. Мәссаған. сендер олардың жанында ешқашан отырмайсыңдар. Газ су ішіп алайын. Осан, темекін бір қойдыра алмады қосан. Әбден. Еще нормаль темек шексе жарайды ғой. А? Красный стетлайн шегет. Ой, жаным. Апар осы. Дүние-ай. Уже мән бермейміз. Сендер олардың жанында ешқашан отырмайсыңдар, Гүлбен. Болмайды, қою керек демек. Сендер олардың жанында ешқашан отырмайсыңдар, Гүлбен. Не болды? Не знаю, ол тамақтан кейін просто. Нормально, баға. Эффекті қосып жөнде боласың. Сендер олардың жанында ешқашан отырмайсыңдар, Гүлбен. Бұл төрттік ешқашан болмайды. Анкараға көшіп кеткен соң, Стамбулға ешқашан келмейм деп ойлаған едім. Өйткені Стамбул сен деген сөз еді. Бірақ сосын бір күні шыдай алмай келдім. Автобустан түскен кезде-ақ тынысым тарылды. Бір сәт сезініп тұрғаным қорқыныш емес екенін түсіндім. Толқу еді. Сені көру мүмкіндігі. Сол күні сені көре алмадым. Бірақ сол қобалжу маған тірі жүрсің, Наджи. Жүрегің әлі соғып тұр екен дегізді. Сосын Стамбулға келуден соншалықты қорққан жоқпын. Өйткені мәселе алғашқы қадамды жасауда еді. София, сен енді сол алғашқы қадамды бастың. Маған сен әрмен қарай оңайырақ болады. Әрмен қарай дегенді берсаш. Маған сен ары қарай оңайырақ болады. Болмайды. Білмейсің. Онсыз да оңай дейтін нәрсенің қандай екенін мен білмеймін ғой. Мына үстелге отырып, шай ішу, тап бір кенеттен сол автобус келіп, екеумізді қағып кететіндей көрінеді. Мен қатты қорқам, Наджи. Қатты қорқам. Мен де қорқам, София. Бірақ автобустан емес,
бас тартқаныңнан қорқам. Өтінем. Қорқсаң да кетпе. Ешқайда кетпе. Бұл жер біздің аялдамамыз болсын. Аспанға қарау аялдамасы. Мысық, мысық. София, тыныштал, София, тыныштал, ол кетіп қалды. Аллам, микроб ортасында қалдым. Барлық жерім. Тыныштал, София. Болды, кетіп қалды, тыныштал. Бірге үсті басым бірге болды, енді несін? София, тыныштал. Тазалайым. Тиді, маған тиіп кетті. Қалай тынышталам, Аллам, көмектесе көр маған, я Раббым. Жаннам алам, микроб қой. София, мысықтардың өз-өздерін ең жақсы тазалайтын хайуан екенін білесің бе? А? Үнемі қоқыс аралап жүрет, қоқыс. Үнемі қоқысқа тиіп жүрет. Әлде маған сенбейсің бе? Тыңдаш, әрі мысықтардың киімге жиірек жақындайтынын кімге тойсын? Әрі мысықтардың кімге жиірек жақындайтынын, кімге баратынын білесің бе? Кімге? Өздеріне мұқтаж болып жүрген жандарға. О, Аллам, көмектесші маған, жалынам. Әрі, тыңдаш, Бекшет Неджат ертіндерсің ұрия? Маған мысық тиіп кетті. Неджатигил. Тоқта. Бекшет Неджатигил. Аха, қайттан. Бекшет Неджатигил не деп еді? Наджи өлеңді қоя тұршы, маған мысық тиіп кетті, үсті басы микроб болып дейм. Үйлерге қамалған мысықтар. Жалғыз қожайыны сіз болсаңыз да, оларға қауым керек. Бәлкім, барлық мысықтар сіз сияқты жалғыз шығар. Үйде қамалғандардың бәрі, мысық болсын, адам болсын, бәрі қоғаммен араласу керек. София, жалғыздық біз үшін қиын болады.